Bismillahirrahmanirrahim. Бүткіл алам жаратушысы Аллах Тағалаға мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға, үй бүлесіне, сахабаларына Аллах Тағаланың саламы, салауаттары болсын. Бүгінгі дұрысын нахвия кітабымыздан 8-ші сабағымыз И'рабул фи'лил му'талли, му'тал иллатту фейлдердің әрекеттері, i'рабтары деген болады. Ва иза кана ахирул мудари алифан ау ваван ау яан суммия му'таллал ахир. Егерде музариден ақыры, демек музари фейлден ақыры алиф болып қалса, же вав болып қалса, же я болып қалған болса, суммия бұны му'таллал ахир, ақыры иллатту деп аталады. Жузима бихасфи ахирихи ниябатан ана сукуни. Анда не қылынады десе, анда ақырындағыны хазиф қылышменен, кетіріп салышменен сүкінден орынбасар болып жазым қылынады екен. Мысалы, нахвы лам яхша. Алифке мисал болтады, лам ядуу. Вауға мисал, лам ярми, яға мисал. Мінеке ярми, ядуу, лам яхша деген бұл жердегі ақырқы тамғаларын біз не қылдық? Хазиф қылып ташадық. Бұл кетіріп салдық. Бұл кетіргендігі өз, бұл жазым болғандығының белгісі. Анткені бұл жердегі лам деген тамғалар фе'л музарини жазым қыла тұрған тамғалар. Ама насбу фаядухару алал вави вал яи ва юқаддару алал алифи. Ал эми насиб қандай болады десе, насиб бұл вауға ашық шығады екен, яға болса дағын ашық шығады екен. Вау менен яғы ашық елек көрініп шығады әрекеті, насіп аламаты, алифке болса тағдырда болады. Мысалы, ан, яхша дегенде алифте тағдыр болып қалады. Вауға келгенде ан ядуува болып қалады. Ан ярмия дегендейді. Ама рафу файуқадар алал жами, алеми раф белгісі болса, аламаты болса, бардығында не болады екен? Тағдырда болады екен. Яхша, ядуу, ярми дегенде. Ида. Иза кан ахирул фи'лил мудари'i, егерде музари фе'лден ақыры алифан алиф болып тұрған болса, яхша, яс'a ва ялха дегенде. Ау ваван же ол болсам я болып тұрған болса, ядуу ва ясму ва ялху дегенде. Ау яан же ол болсам я болып тұрған болса, ярми ва яси ва ямши. Мұнеке бұл мисалдарда яхша алиф менен болды, яс'a, ялха. Қорқот, әрекет қылат, жолығат, дуа қылат, ұлық болот, ойнойт дегендейді. Ойнойт, атат, күнөкөр болот, жүрөт деген мәнілер болтат. Мысалы бұнда вау менен келтот, ядуу, ясму, ялху. Бұларда ярми, яси, ямши деп я менен келотат. Ақырқы фе'л музаридин ақырқы тамғалары шол алиф менен, вау менен жана я менен келіп жатат. Еме Суммиял фи'лу му'таллал ахир. Бұл фе'лдер не болып қалды еме? Ақыры му'тал деп аталды. Ва жазмул фи'лил му'таллил ахир ла якуну бис сукуни. Еме ақыры му'тал фе'лдерді жазмы қандай болады десе, ақыры му'тал бұл алиф менен, вау менен, я менен болып отады. Демек ақыры му'тал фе'лдің жазмы ла якун сукун менен болбойт екен. Бәл би хадфи ахирихи ниябатан ан сукуни. Бәлкім ақырыны кетіру менен ақырқы тамғаны өчіріп салу менен болады, сүкінден орынбасар қылып. Себебі алдынан жазым қылушы тамға келіп отады. Фахадфул ахир хуа минал аламатил фар'ияти. Ақырыда тамғаны кетіріп салыштық, бұл фар'и белгілерден деп аталады. Шақча, бұтақча белгілерден деп аталады. Мысалы, лам яхша, лам яс'a, лам ялқа. Бұл алиф, ақыры алиф болып отады, му'таллал ақыры, валам ядуу, валам ясму, валам ялху. Бұл ақырлары вау менен болған, ошол вау тамғалары кетіп отады. Валам ярми, валам яси, валам ямши. Бұл жерде я менен болып отады, я тамғалары барында хазиф болды, өчіріліп қалды. Ошол өчіргөндіктің бардығыны біз не дейміз еме? Ошол сүкінден орынбасар болып келді дейміз. Ама насбуху ва раф'уху фабил аламатайнил аслиятайни аддаммат вал фатхати. Ал эми му'тал ақыры му'тал болған фе'лдерді насб болуштугу жана раф болуштугу бул негизги асли болған дамма жана фатха эки белгиси менен боло берет. Илла аннал фатхата, бирок фатха туқаддару алал алифи, алифте бир тағдырда болады, көміскөді болады кен. Не келсе, тааддури тахрикиха, анаға әрекет беріштік, үзүрлүү болгондугу үчүн, мүмкүн болбогондугу үчүн. Отадхару алал вави вал яй, вау жана яга ачык
келе береді. Ваддаммату туқаддару алал алифи литтааддур. Эми замма аракети болсо алифке үзүрүлүү болгондугу үчүн, мүмкүн эмес болгондугу үчүн не болот эми тагдырда болот экен. Алал бау вал яй литтақли. Вау менен яга болсо оор болот. Тилге оор болгондугу үчүн булар аракеттер ачыкка чыкпайт. Ушун менен 8-сабагыбыз аяктады. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.